Сәлем достар, сіздермен бірге Бағымжан. Бүгін балды торт жасайтын боламыз, яғни медовик. Ауыздарыңызда еритін, өте оңай жасалатын, бар жоғы 4 корждан жасалатын медовик тортын жасайтын боламыз. Өзіме осындай медовик түрі ұнайды. Біз бұл тортты отбасымызбен жасаймыз. Өзімнің анам, жеңгем тура осы рецептпен жасайтын боламыз. Бұл тортты бізге анамның үйреткен медовик торты. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамырын дайындау үшін біз 4 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлық қажетті заттарды төменге жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі кезекте қант, бал, күнбағыс майын қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып алғаннан кейін 1 шай қасық сода және де 1 шай қасық қопсытқышымызды салып жақсылап араластырамыз. Ары қарай ұнымыздан аз-аздан қоса отырып араластырып алатын боламыз. Ең алдымен ұнды қосқан соң осылай қасық немесе шанышқының көмегімен араластырып алатын боламыз. Кішкене қоюлана бастағанда қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді шетіне күнбағыс майынан кішкене қосып, тағы да қамырымызды бір илеп, кішкене уақытқа қалдыратын боламыз. Бетін жауып 15-30 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Ал енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Яғни бізде 4 корж шығатын болады. 4 қамырды қолымызбен дөңгелектеп, дөңгелек формасына келтіретін боламыз. 4-еуін де дөңгелектеп шығып, бетін пищевой пленкамен жауып қоятын боламыз. Енді бөлінген 4 қамырымызды кезек-кезек пісіріп алатын боламыз. Ең алдымен бірінші қамырымызды жайып аламыз. Кішкене оқтаудың көмегімен дөңгелек формасына келтіреміз. Асты жабысып қалмау үшін кішкене май себеміз және де осы бірінші қамырымызды орналастырамыз. Ары қарай қолымызбен кішкене тағы да үлкенірек етіп, икемдеп, реттеп орналастыратын боламыз. 80 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Міндетті түрде мұқият қарап тұруларыңыз қажет. Беті қызарып пісіп жатқанда тезірек шығарып алып, келесісін кезекпен орналастыра беретін боламыз. Бізде бірінші коржымыз пісіп шықты. Осылай орналастырып, сіздер осындай форманың көмегімен дөңгелек етіп кесіп алсаңыздар болады. Немесе егер сіздерде ондай форма жоқ болса, бір қақпақшаны қойып қазанның пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Осылай икемдеп жасайсыздар. Сіздер дөңгелек етіп жасайсыздар ма, немесе формасын 4 бұрышты етіп жасайсыздар ма, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Ал енді біз екінші қамырымызды орналастырдық. Бұны да дәл солай пісіріп алатын боламыз кезекпен. Және де шеттерін барлығын бір ыдысқа салып қоятын боламыз. Себебі шеттерін біз майдалап шығамыз. Келесі үшінші қамырымызды да салғанға дәл осылай дайындап қоятын боламыз. Менде бұл жерде сіздерге 4-еуін де көрсетіп жатырмын, сіздерге нақты түсінікті болсын деп, немесе 1-еуін ғана көрсетіп жасауыма болатын еді. Мінекей бізде мынау үшінші қамырымыз. Формасын кесіп алатын боламыз. Ары қарай ыдысымызға орналастырамыз. Келесі үшінші қамырымызды қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Ал мінекей бізде соңғы қамырымыз қалды. Соңғы қамырымызды дайындап қоямыз. Мұны да оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Немесе сіздер листқа салған кезде қолдарыңызды бір майлап алып, қолдарыңызбен дөңгелек формасын келтіріп жайып шықсаңыздар да болады. Ал бізде үшінші коржымыз дайын болды. Енді
соңғы коржымызды пісіріп алсақ, ары қарай орналастырып шығатын боламыз. Асты жабысып қалмау үшін пергамент қағазын төсеңіздер. Егер қағаз болмай қалып жатса, жақсылап майлаңыздар. Жақсылап майласаңыздар, асты жабысып қалмайтын болады. Бұл енді бізде соңғы коржымыз. Дөңгелек формасына келтіріп кесіп алатын боламыз. Ары қарай шеттерін ыдысымызға саламыз. Енді блендердің көмегімен біз шеттерінің барлығын блендердің ыдысына салып шығып, блендермен өткізіп алатын боламыз, майдалап. Блендермен жасасаңыздар аз уақыттарыңызды алады. Егер сіздерде блендер жоқ болса, бір пакетке немесе кішкене целлофанға салып алып, ары қарай оқтаудың көмегімен езгілеп жайып шықсаңыздар болады, ұнтақтап. Мінекей бізде корждарымыз және де бетіне себетін сепкішіміз дайын. Енді салмасын дайындап аламыз. Салмасын дайындау үшін бізге 500 немесе 700 грамм қаймақ қажет болады. Қаймақтың үстіне қойытылған сүтімізді қосып шығатын боламыз, яғни сгущенканы қосып шығатын боламыз. Ал енді қатты сіздерде қаймақпен қойытылған сүт қатты сұйық болмауы қажет. Ол кезде ағып кетуі мүмкін, кішкене қою болғаны дұрыс. Ал енді корждарымызды ретімен қойып, бетіне салмасын жағып, бір-бірінің үстіне орналастырып шығатын боламыз. Яғни салмамызды құйып аламыз. Бұл жерде 3-4 ожаудай құясыздар. Осындай кішкене ожаудың көмегімен. Немесе ас қасықпен құйсаңыздар, ол кезде кішкене көбірек құясыздар. Өздеріңіз қарайсыздар. Мінекей жеткілікті мөлшерде құйғанда ары қарай үстіне келесі коржымызды орналастырып шығамыз. Сонымен қатар айта кететін жағдай, сіздерде мына жерде крем және де сепкіш артылып қалатын болса, оны қойып қойыңыздар. Келесі күні безендірген кезде керек болады. Кейін безендіргеннен де артылып қалып жатса, міндетті түрде сепкішпен осы сіздердің салмаларыңызды араластырыңыздар. Сол кезде өте қою, өте жақсы десерттің бірі шығады. Оны шаймен ішкенде өте керемет болып шығады. Сол үшін артығын тастамай, солай жасап пайдаға асырыңыздар. Корждарымыздың барлығын орналастырып жағып шыққаннан соң, бетіне жағамыз және де жандарына жағып шығатын боламыз. Сіздерде артылған сепкіштің және де артылған осы салманы сіздер тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Ертесі күні тортымызға барлығы сіңіп дайын болғанда безендіретін кезде керек болады. Қараңыздар, енді сепкішті жан жағына сеуіп шығатын боламыз және де бетіне себеміз. Бетіне сіздер толық етіп жауып сепсеңіздер де болады. Мен бұл жерде кішкене ортасын ашық қалдырдым. Ертесі тортымызды безендіріп шыққанға. Мен тортты кешкісін пісіріп жасап қойдым. Таңға дейін барлық салмасы корждарға сіңіп, жақсылап дайын болып тұруы үшін. Сіздер де солай кешкісін жасап қойсаңыздар болады, ұзақ уақыт тұрады. Жұмсақ өте керемет болып піседі. Міне шетіндегі жаңағы артық сепкіштерімізді алып тастасақ болады. Мінекей мен тортты безендіріп шықтым, яғни құлпынайдың көмегімен құлпынайды жан жағына қойып, осылай әдемілік үшін безендіріп шықтым. Түрі өте керемет, дәмі де өте керемет, қараңыздар. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Күнделікті шаймен ішкенге де, қонақ келсе қонақ күткенге де дастарханыңызға қойсаңыз өте керемет сән береді. Және де тура осылай дайындасаңыздар өте ұзаққа жетеді. Ұзақ уақыт қолданатын боласыздар. Қонақ келгенде 4 жерге дейін бөліп қоюға жетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Берекелі, өте тойымды, балды торттардың бірі болып табылады. Осы тортты жасап, Instagram парақшаларыңызға мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Егер мені белгілеп салсаңыздар, өте қатты қуанып қалар едім. Қараңыздар, енді дәмін көрейік. Кесілгеннен ақ өте жұмсақ екені көрініп тұр. Дәмі өте керемет. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызға таратыңыздар және де мені белгілеуді ұмытпаңыздар.